Сәлем достар, мен медицинада 4-ші курс оқимын. Осы 4 жыл ішінде жасаған менің 3 ошибкаммен бөлісейін. Соны жасамауға сіздерге кеңес беремін. Ол біріншісі жұмыс істемеу, сабақ уақытында жұмыс істемеңіздер. Яғни әсіресе 1-ші және 2-ші курста вообще жұмыс істемеңіздер. Мен 3-ші курста жұмыс істедім, ең керек кезінде сол кезде ол маған 2 жақты нагрузка болып кетті. Екінші ошибка, бір сабаққа бүкіл күшіңізді салмаңыздар. Яғни бір цикл болады, содан кейін соған бүкіл күшті салып қатты оқисыз, одан кейін уже басқа сабаққа күш қалмай қалады. Сондықтан бүкіл сабаққа, яғни семестрдің соңына дейін энергияңызды дұрыстап бөліңіз. Дұрыс оқитын кездер болады, РК экзамен күндері. Үшінші, апаймен ешқашан қарсыласпаңыздар. Ол апай өзінікін всегда дұрыстап шығарады. Сондықтан лучше сол жерден қойып, дәл салғаспай, қоя салған дұрыс. Ал өзіңіз оқыған материалдарыңызды өзіңіз жазып жүресіз, для себя үйреніп жүрсеңіз болды ғой. Осы 3-ші ошибка менің бағамның төмендеуіне, жалпы энергияның төмендеуіне алып келді. Бұдан да көп ошибкалар көрдім. Егер жалғасын салып жүрсеңіздер, келесі кластарына салатын боламын.